Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Алтыншы сабағыма қош келдіңіздер. Жалпы бұл стратегия андайда басқа саудадан ерекшелігі өте басқаша. Түсінген адамға мықты стратегия жалпы. Түсіну кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ та барлығын оңай тілмен түсіндіріп жатырмын деп ойлаймын. Міне телефонға қарасаңыздар, тағы да бір сделка аштым. Міне маржа 1,16. Обязательно $1 емес, бізде $100 ғой. 1,5-ке дейін ғой. 1,5 болып кетпесін, это 1,5% уже. Оны біз мына жерден қарап аламыз. Сумма дегеннен тауып аламыз. 0,012 десек, міне 1,32. Мына жерде 4,234, это қазір болып жатқан баға, ол ауысып отырады. Ол ауысқан сайын мына жердегі бағалар да ауысып отырады. Соған мұқият боламыз. Енді қараңыз, мына К, ЭТХ, UZT жасыл болып тұрған, ол бізде лонг 4237.77, 4237.43. Бұл бізде лонгтың ТВХ-сы. Кірген жеріміз. Мынау шорттікі координаты. Шорттікі 4237. Түсікті ғой да? Енді қараңыздар. Баға төмен кетіп бара жатыр. Бізде шорт плюста. Біз будильникті саппортқа қоямыз. Будильник шырылдаған кезде күтеміз. Міндетті түрде күтеміз. Сразу усреднять етпейміз. Бұл может мынаны тесуі де мүмкін. Мынаны тессе, линияға кіріп аламыз. Бізде уровень міне тұр. СНРді үйрендік қой. Міне тұр. Мынамен кіреміз. Мынамен аламыз. Мынамен сызып аламыз. Міне тұр уровень, дұрыс па? 4160. Мынаны тессе баға 4160-ға барады. Сол кезде шорт нормальный плюста тұрады. Мынадан коррекция бергенін күтеміз. Коррекция берсе, онда баға қайттан жоғары кетеді деген сөз. Жоғары кеткенде біз лонгты усреднять етіп алдына әкеліп аламыз. Міне компьютерға, ноутбукқа қараңыздар. Енді қараңыз. Біз бағана 0,011 мен усреднять етіп оттық қой. Түсінікті ғой да? 1%. Сізде егер $1000 болса, онда $10 мен кіреміз. Ол дегеніміз сумма, мысалы 0,5 дейік, $54 екен. 0,1 дейік міне. 0,1 деген $10 екен. Сізде $1000 болса, 0,1 мен кіреміз. Сіздер шатасып кетпеңіздер. Сіздерде 0,011 болып тұр. Енді сіздер әр кезде баға әртүрлі. Осыны жазуды ұмытпаңыздар. Мына стоимость деп көріп тұрсыздар ғой міне. 10,99. Шорттікі 10,56. Лонгқа құйсақ, міне открыт лонгтың үстін қарасақ, лонгқа құйсақ, мысалы $10 құйып, ол уже көп болып кетеді. Бізде 1%, 0,011. 0,011. Бізде цена ликвидация жоқ. Көріп тұрсыздар ғой, цена ликвидация. Сызық болып тұр, жоқ. Вообще көрінбейді. Сол жерден цена ликвидацияны қарап отырамыз. Каждый раз ТВХ-ны жылжытқанда. Бізде примерно бір 4-5 оқ болады. Осылай айтайыншы, грубо айтқанда. 4-5 рет қозғалта аламыз. Ең қауіпті жері сол. Сол үшін артынан бет алды қуалаудың қажеті жоқ. Баға мына ноутбукқа қараңыз, түсіп бара жатыр. Біз қазір лонгты құйып түсіріп алудың қажеті жоқ. Бұл өйткені төмен кетіп қалуы да мүмкін, дұрыс па? Бірінші оғымызды қадірлейік. Каждый раз ақша құйылған сайын ТВХ қозғалады ғой. ТВХ-сы цена входа ауысып отырады, түсіп отырады, минус жағын қозғалтамыз ғой. Сонда маржа деп тұр ғой, UZT, сол көбейіп отырады. Телефон қарасаңыздар, $2 болады, $3 болады, $5. Біз неге 1% пен кіреміз? Неге мысалы $10 мен кіріп кеткенде, бізде шорт күшті плюста тұрады, бірақ лонг тоже үлкен минуста тұрады. Мына жерде мына доступно 97 деп тұр, кросс. Сол жердегі ақшаны ала тұрады да бұл. Ала тұрады. Сол ақшамыз жетпей қалады. Сол үшін $100 мен жасадың не, $1000 мен жасадың не, $5000 мен жасадың не, алгоритм есеп бәрі бір. Түсінікті ғой? Асықпаймыз, будильник қойып аламыз. Так, енді будильникті біз қалай қоямыз? Мына жерден көрсеттім ғой, мына плюсикті басамыз. Плюсикпен қойылады. Кейін сол будильникті басып удалить етіп отырыңыздар. Өйткені подписка болмаса көп рет қойылмайды. Мына жерде міне фотосын қалдырып кететін боламыз. Қалай қойылатынын қарап аласыздар. Так, міне телефонға қарайық. Баға әлі белгісіз қайда баратыны, дұрыс па? Енді қараңыз, бізде мынандай лайфхак бар. Мысалы, сіз қазір мына жерде баға кетіп бара жатыр. Сіз артынан қуаладыңыз, Сіз артынан қуаладыңыз.
артынан қуаладыңыз да, мысалы, баға мына жерде жүр дейікші. Баға мына жерде жүр міне, 4100-де. Біз қуалай бердік артынан былай. Каждый раз усреднять еткен сайын, мысалы қараңыз, примерно түсінген адамға телефон қараңыздар, 0,5 эфир дейік, міне $54. Лонгқа құй жерсек қазір да, бізде ликвидация, міне цена ликвидация 4058-де тұрады. Баға 4235. Сонда $100 да қорқыныш бар ма? Қорқыныш бар. Сіз ликвидация деген бүкіл ақшаңыздан айырыласыз. Сол себепті біз 0,5 эфир деген $50 ғой енді. Сен енді каждый раз бүйтіп құйыла берген сайын комиссия ұстайды, комиссиясы бар. Комиссия қанша салынатыны ешкім білмейді. Сол себепті аккуратно қарап жасайтын боламыз. Будильник қойдық, саспаңыз главный. Мысалы баға мына жақта жүр да, мысалы баға осы жерде жүр. Қазір мына жерде жүр да, мен біздің стратегияның осы жері қиын да, түсіндіре алдым ба бізге? Көрсете алмаймыз да в реальное время. Мен барынша түсіндіріп жатырмын. Міне қараңыз, баға былайынан кетті, мына жақта жүр дейік. Біз мына жерге келген кезде, мынауда, біз баға мына жерде жүр, мына жерде жүр. Мынау жоқ деп ойлайық. Біз күте алмаймыз ғой, мен қазір 3 сағат бойы сіздерді күткізіп қоймаймын ғой. Қараңыз, баға мына жерде жүр. Біз факт том, что қазір кіріп алдық, менде уайым жоқ, мен ұйықтай беремін қазір осылайынан ше. Таңға дейін баға қайда кетсе, онда кетсін. Қараңыз, таңертең ұйқыдан тұрдым, примерно мына жерде. Бірақ түнде мен азартникпін дейші, бір жерім қышып жатыр. Аламын да артынан қуалай беремін осылай. Қуалай беремін, ликвидациям жақындай береді. Бұл кірмейді былай қарай. Маған кіру керек, чтобы екеуі плюсі жабылу үшін. Дұрыс па? Маған бүйтіп қайырылып кіру керек. Сол кезде шортта плюста тұр, лонгта кіру керек та. Енді қараңыз, біз мына жерден қайтқанын көріп тұрмыз уже. Ұзын фитилі болып, бағанағындай қайтайын деп жатыр уже, я? Уже уверенбіз. Енді біз оны қалай тура алдына алып келе аламыз. Оның рискісі бар әрине. Бірақ түсінген адамға өте жақсы полезный лайфхак. Мына жерде телефонға қараңыздар. 40x деп тұр ғой, плечоның үстінде міне подарка тұр, свеча тұр, плюс сосын тейін деген тұр. Сол плюс тейін дегенді басамыз. Так, мен бірінші нетіп олайын. Қазір. Мына жерге қойып олайын. Менде минус болып тұрған шорт, 4237.43. Давайте біз былай істейікші. Жаңа тейін дегенді басамыз. Мына жерде міне ПНЛ деп тұр. Целевая цена, цена ликвидации, макс открытия, цена открытия. Біз ең соңғысы цена открытияны таңдаймыз. Мен артынан қуаладым, баға кірмей қойды. Қазір мына жерде тұр ТВХ-ым, лонгтікі. Шорт менде плюста тұр, нормальный плюста тұр. Маған енді лонгты кіргізіп алу керек болды. Ликвидациямды қарап отырмын. Енді менде шорт плюста болғаннан кейін лонг минуста. Ең соңғысын таңдаймыз, цена открытия. Мына жерде лонг дегенді таңдаймыз. Қараңыз, лонгтың ТВХ-сы бізде 4215-те тұр, примерно. Біз біріншісіне ТВХ-ны жазамыз. Цена входа деген. Қасындағысын жазбай қойыңыз, точкасын. 4215-те. Количество ЭТХ біз примерно уже 0,040 дейікші, 0,045 дейік. Уже құйып тастадық, сондай ЭТХ тұр менде уже. Бәлем пайым құйып тастадым. Добавить позицияны басамыз. Қазір баға примерно надан қайтып жатыр, міне. Мына жерде дейік, 4163. 64-терде міне. Ноутбукқа қарасаңыздар болады. 4163. Енді біз қанша құйған кезде, менің ноутбуктегі қарасаңыз, мына ТВХ тура аузына келеді. Мысалы, 0,05 дейікші, 0,5 эфир. Рассчитать. Қараңыз, 4167-ге келеді екен. Ол дегеніміз, мына жерден қараймыз, 4167 дегеніміз, міне, түсіреміз. Міне. Қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Сонда мен тура аузын алып келдім, күтпей. Еще маржа көп лонгта.
соответственно пайда да көп, бірақ до конца ұстап отпаймыз. Осылай шамалы кірді, нормальный плюста тұрсыз ба, шортты да лонгты да закрыть все позиции. Солайынан біз екі позицияны да плюспен жабамыз. Мына лайфхакты обязательно қайталап көріңіздер. Енді біз жапқан плюстарымызды қайдан көреміз? Мына жерде позиции, открытие ордера, сетка фьючерстің қасында закрыть всенің үстінде сим-карта тұр. Сол сим-картаны басамыз. Открытие ордера, история ордеров. История ордеров деген мына открыть лонг комиссиясы жазылып тұр міне 0.02. Реализованный прибыль біз ашқанымыз жаңа сделканы. Мына жерде закрыть лонг деген бар. Міне реализованный прибыль 0.05, комиссия 0.02. История позиций 0.04 и 0.0. Закрытаны басамыз. Сохранить. Енді біз сделкада отырмыз. Жаңағы фишкасын көрсеттім. Мұқият болыңыздар. СНР сызып алыңыздар. Обязательно от депозита 1%пен. Мына жерде стоимостьқа обязательно қараймыз. Усреднениені бет алып жасамаймыз. Минуста тұрған жағына құйған кезде ТВХ қозғалады. Түсіндіре алдым ғой. Ақша көп құйған сайын қатты қозғалады. Бірақ мына жерде біз мына ликвидацияны лонгқа құяйын деп атсақ, мына үстінде тұры 4138, қазір баға 4239, шортқа құяйын деп атсақ 4340. Қазір баға осындайда жүр. Не дай бог мысалда, Құдай сақтасын, сол бағаға келіп қалса, сіз бүкіл ақшаңыздан айырыласыз. Түсіндіре алдым ғой. Мен жасап жатырмын, менің командам жасап жатыр. Аллаға шүкір, түсінгендері жасап жатыр. Барлығы жақсы шүкір пайдада. Сіз де сондай пайдаға шығуыңызды тілектеспін. Стратегия ұнады деп ойлаймын. Ешқандай уайым жоқ, қайғы жоқ. Енді қараңыз, мынандай бір фишкасын айтайын. Мына жерде лонгта ақша көп болып кетті, мысалы. Біз мысалы минуста тұрған жағына құйып жатырмыз, ол кірмей жатыр да ТВХ-ңызға. Сол кезде сіз минуста тұрған жағына құйып жіберсеңіз болады. Ликвидацияңыз созылып кетеді. Түсіндіре алдым ба? Немесе минуста тұрған жағын осылайынан жартысын 50%пен эфирді азайтып отсақ болады. Сол кезде ликвидация созылады. Жалпы есептеп отыруымыз керек, анализ жасауымыз керек, аккуратно қарап, анализбен, есеппен, мен үйреткендей 1%пен, жаңа аузына тақауға болады екен деп пергіштеп тастамаңыздар. Грубо айтқанда ше. Көбісі құя береді, аузына келем, жоқ. Ондай тема жоқ. Ол сіз уверен болған кезде ғана. Атак, біз усреднениені өзіміздің кірген 1%бен, мысалы баға қатты қозғалып кетсе, 2%бен усреднение етсек болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Жалпы, міне цена ликвидация деген бізде осыған қарауымыз керек. Міне $1 тұр маржалар, размер ТХ тұр. Енді ең бастысы аккуратно саппорт пен резистенстан кіреміз. Келесі резистенс саппортқа барған міндетті түрде күтеміз. Міндетті түрде сол жерге будильник қоямыз. Содан қайтып жатса, минус болып тұрған жағын есептеп көреміз. Қай жерге баратын? Бағана үйреттім ғой есептеуді. Соған жазып көреміз. Мысалы 2% құйып жүрсем, мысалы 0.011 1%-міз болса, соның 2%-ын құйсам, қай жерге барады? Өйткені әр адамның кіретін жері әртүрлі, әр адамның жасайтын стилі әртүрлі. Сол себепті мен онлайнды осы уақытқа дейін өте бір қалай айтсам болады, қиналдым. Қалай осы адамдарға жеткіземін, түсіндірем. Бірақ та сұраныс өте көп болды. Сол себепті барынша түсіндіріп жатырмын. Қайта тыңдап түсініп аласыздар деп ойлаймын. Құдай қаласа табысты болыңыздар. Аккуратно мен айтқан затпен мұқият жасасаңыздар, жақсы пайдаға шығасыздар. Аз-аздан үздіксіз сауда жасайық. Бірден байып кету дегенді мидан алып тастайық. Әрине, миларыңызға ауыр болуы мүмкін. Бұл торговляның стилі де бөлек, сауданың түрі де бөлек. Біз айттым ғой, ликвидацияны сол жүреміз. Ол қалай сол жүреміз? Екеуі бірдей болады ғой міне. Қазір мына жерге скрин жасаймын. Мысалы 1.16, 1.16, 10, 5, 5, 10, 20 доллар. Екеуі бірдей болған, это называется хедж. Хедж деген, это страховка. Біз резко хедж қойып тастаймыз. Бірақ ол өте бір қиын жағдайға түсіп қалған кезде ғана
қойылатын зат. Мен не үшін айтамын, $100 жасау керек? Сіздер страховканы үйренулеріңіз керек. Мен сіздерге удочканы бердім, қармақты бердім, мына көлден балық аулау керек деп көрсеттім. Мен осы балықты удочканы осылай тығып аулап жүрім деп көрсеттім. Менің оқушыларымда біреу осылай тығады, біреу осылай тығады. Әйтеуір барынша біреу көп балық, біреу аз балық аулап жүр деп көрсетіп жатырмын. Дальше жасау, жасамау ол өзіңізге байланысты. Ең бастысы стратегияда реально минус жоқ, түсінген адамға, жасаған адамға ең жақсы стратегия деп ойлаймын. Сол себептен аз-аздан үздіксіз пайдаға шығуыңызға тілектеспін. Құдай қаласа жақсылықта жолығайық, аман болыңыз, қош сау болыңыз.